2014 жылы КМФ компаниясынан сол кезде 5 миллион теңге кредит алып, ең бірінші миксер сатып алғанбыз, мынандай миксерді. Қазіргі таңда сол миксеріміз Алматы облысында, мына Төле би ауданында үлкен осындай бетонный заводқа айланып отыр. жылдары осы КМФ компаниясынан кредит алып, егіншілікті бастағанбыз. Мақсары өнімін егіп, май өндіру цехын қатар құрылысын бастағанбыз. Қазіргі таңда жылына 500 тонна шығаратын өнімділігі бар мақсары майының. Мына артта көрініп тұрған ыдыстар әрқайсысы 75 мың литрдан. Бұл жерде де егіншілік бастағанда біздің КМФ компаниясының кредиттерін көп көмек тиген бізге. Бүгінгі таңда менде бизнестің 4 направлениясы бар. Ол біріншісі егіншілік, екінші осы май өндіру цехы, үшіншісі бетон өнімдерін өндіреміз. Осы Төле би ауданында және үлкен заводымыз Алматы облысында. Төртінші направление ол бізде мал шаруашылығы. Ірі қара мал бордақлап, соның етін базарға сатамыз. Төрт бизнестің осы үшіншісі мына мал қорасы 2017 жылы толық КМФ компаниясының қолдауымен КМФ компаниясының кредитінің арқасында алынған ферма. Осы аталған 4 бағыттағы бизнесімді мен КМФ компаниясымен бірге бастадым, мен толық негізбен айта аламын. Және келешекте осы компаниямен бірге көп жұмыс істейді деген үмітім бар.